Жаңа жылға шпрот подшобой жасаймыз. Ол үшін шпроттарды осылай салып, картошкамызды терканың майда жағымен өткіземіз. Арнайы форма қолдансаңыздар да болады. Болмаса мен сияқты формаға келтірсеңіздер де болады. Мұны картошканың үстіне майонезді жақсылап жағамыз. Майонезді жақсылап жақпасақ, құрғақ болып қалады салат. Сондықтан барлық жағына жеткізіп, аямай жағамыз. Оның үстіне сәбізді саламыз. Менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Көптеген салаттардың рецептерін салатын боламын. Міне осылай үстіне майонез жағып, үстіне қызылшаны қоямыз. Бәрін терканың майда жағымен өткіздім. Сонда әдемі болады. Енді майонездерін жағып біткеннен кейін оформлениесін жасаймыз. Болды. Жұмыртқаның сарысын, ағын араластырып теркадан өткізе салып, осылай шет-шетіне қойсаңыздар да болады, үстіне сүйіп қойсаңыздар да болады. Бәрі өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Міне осындай шпрот подшобой болды.